Нұрдәулет кешкі уақытта Аидаға Қырғызстанға асығып бара жатқан кезде өте ауыр жол апатына түсті. Нұрдәулеттің машинасы енді жөнделуден келген кезде бір күн болмай қайттан соғылды. Аида Қырғызстаннан Қазақстан мен Қырғызстанның шекарасына келіп, Нұрдәулетті күтіп алды. Нұрдәулет машинасын эвакуаторға тиеп, жақын тұрған эстоға жіберді. Аида Нұрдәулет бүкіл жері аман екенін, бірақ кішкене сотрясение алғанын, қазір ауруханада жатқанын айтты. Бұның бәрі менің кесірімнен. Нұрдәулетке мен кел деп едім. Ол сөзімді ете салай жолға шыққан еді. Жандарға, лайк басып жатқан жандарға, және де лайк баспаған, комментарий жазбаған адамдар болса, профиліме тез кіріп, соңғы салған постта лайк басып, комментарий жазып, қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Ал мынаяқта менің соскам келіп қалыпты. Тап-таза болып тұр өзі. Тап-таза жылтырап. Жаным. Вот. Ұзақ жол жүріп келді бұл. Қазір енді өзім айдайтын боламын. Опа. Кешкі сәлем. Қайсар бауырым. Бұл жігіт тайквандист, короче. Мен боксермын. Маған қазір аяқта кәдімгідей үйретіп жатыр. Аяқты қойып. Үйретсе иншалла бауырым шарсы бірінші орын деп. Отасын деген. Достым ба? Иә. Отасында дайындық қойып жатыр бізде. Ойбай, не болып қолым дірілдеп кетті. Страшно дірілдеп жатыр ол. Солай, құрметті достар, біздің алдында бокстың бойы шықты. Сілтеме осы сілтеме арқылы өтіп, маған қолдау білдіріп, бойды көріп кетіңіздер. Результат не болған, барлығын жақтан көресіздер. Өзір қалайсыздар? Лайв сторисқа уже 3 күн ба 2 күн ба шығып қалыппын. Кішкене демалыста жақсы бір өзіме көңіл бөліп, жақсы демалыс жасағаным бар өзіме. Вообще қатты демалдым жаңа. Сол енді ұйқыны қандырып, барлығы жақсы керемет демалыс болды. Енді эфирға әдеттегідей қайтадан келіп қалдық. Басқа жерден сықырлап келіп қалдық. Сол достар, эфирдамыз ағайындар, айналайындар. Что 14:30 эфирде болғансыздар Евразия арнасында. Сол негізі жандай бір демалдым деп қоямын, бірақ шаршап отқан сияқтымын. Барыңыздар мауып жүр махаббатқа. Жүрегімді жатқызып тұншығумен, қалыс қалдып бойымда қалсын өгем. Тағдыр маған тартуын жасар болды, танысқымда келіп жүр бір сұлумен. Тәтті жеміс табылар бау ішінен, саф алтындай қазып ап тау ішінен. Сол бекештің көзіліп күлкісімен таң атырғым келеді әлі даусымен. Көздерімді көркіне қанық қылып, оны алғым келмейді қамықтырып. Керісінше қуантсам ұсыныспен саусағына екі жүзік салып тұрып. Өлеңім бол әлі өрілмеген, тәтті бейнем ешкімге көрінбеген. Жас жұбайлар валисін белесем ғой көптен күткен тойымның төрінде мен. Арман, адам арманнан құр қалған ба? Арманым бұл қысқасы бұл қалада. Жары болғым келіп жүр бір сұлудың, әке болғым келеді бір балаға. 43 болды. Чай ішіп отырмыз. Сүтпен чай ішіп отырмыз достарымызбен. Біз бір үйге орналасқан болатынбыз Алматы қаласында. Ертең Алла қаласа достарым кетеді Қытайға. Ертең кешке шығарып саламын. Үйреніп қалдық уже, қанша күн болды бірге жүріп. Біз де үйреніп қалдық. Әңгімелесіп, көп шаруаны шешіп отырамыз. Мен достарым қасында жүріп, ұйғырша гәпіріп кетіппін. Бұлар нема дейсің, нема қыбатсың, қайқа барасың, қайықтан келетсің деп уже мен жайлап жүрді. Осылардың байбына кіріп алыппын да. Жаңа сторисқа шығайын десем жай ұйғырша сөйлейін деп отырмын ғой. Үйреніп қалыппын, түсінемін қазір. Мен бұрын түсінбес едім, қазір түсінемін. Ұйғырша түсінемін қазір. Сәлем Тоқата же. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, береке, амандық. Не істедің? Қан жақсы ма? Қай жерін түсіріп жатсыз? Неге?
Ал.